Сәлем, қалайсыңдар? Бүгін 4-ші сыныптың 83-ші сабағын өтетін боламыз. Тақырып ғарыш жолы жалғасады. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңдар. Бірінші тапсырма оқы қызық. Қазақ ғарышкерлері жайлы не білесің? Ендеше ақпараттармен танысып өтейік. Қазақ ғарышкерлері білетіндеріндей Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазан күні Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшқан қазақтың тұңғыш ғарышкерлері. Ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Тоқтар бала кезінен ұшқыш болуды армандаған, ал Талғат Мұсабаев 1994 жылы бірінші рет ұшқанда Союз ТМ-19 ғарышта 126 күн болған. 1998 жылы екінші рет ұшқанда Союз ТМ-27 ұшағымен 208 күнін ғарышта өткізген. 2001 жылы үшінші рет ұшқанда Союз ТМ-32 ұшағымен ғарышта 8 күн болған. Ал Айдын Айымбетов ғарышқа өзімен бірге ала кеткен заттары Қазақстанның мемлекеттік рәміздері мен қызы сыйлаған жұмсақ ойыншық болыпты. Балаңыздың ғарышкер мамандығын таңдағанына қалай қарайсыз деген сауалға қолынан келгенше қолдайтынын атап өткен екен. Ендеше осы Тоқтар Әубәкіровтың басынан өткен, яғни кішігірім оқиғаны мәтінді оқып шығайық. Арман арқалаған бала. Қысқартылып алынған екен. Сарытаудың етегін мекен еткен әкесі Оңғармай мен анасы Қамия туа сала көз жұмған 9 жылдан кейінгі перзентіне Тоқтар есімін беріпті. Әкесінен қаршадайынан айырылғаннан ба, кім білсін, Тоқтар тұйықтау, оқша өсті. Бас бұзарлықта байқатпады. Бұл өте бауырмал еді ғой депті әпкесі Бекен. Бірде ұмытпасам 6-7 жастағы кезі болу керек. Тоқтар ойнап жүріп биік дуалдан ұшып кетті. Жер сүрген шекесі мен шынтағы қанап, бақырып-шақырып жылап жатыр. Оны жұбата алмай әрі-беріден соң мен қосыла жыладым. Жасым үлкен болса да ботадай боздап қоя бергенімді көріп, ол тез тиыла қалды. Содан соң жарақаттанған жерлерінің қанын жейдесінің жеңімен сүрте салып, шашымнан сипап мені жұбата бастады. Мұны естіп, мен әрі күлдім, әрі сүйсіндім. Ол ерте есейген екен-ау деп ойладым. Көке, маған кішкене балға жасап берші. Оны қайтесің құлыным дейтін әкесі. Ұста болам көке, қой менің ақ темірмен алысқаным жетер. Ұшқыш боладан да кешегі айтқаныңнан айнымасаңшы. Әкесі сөйтіп оның ұшқыш болсам деген айтып қалған бір сөзін әрдайым есіне салып тұратын. Тоқтар әкесінен мүлде ерте айырылды. Батырлықтың қанға тартып бойға тарайтын қасиеті екен-ау. Үлкендер әкесі Оңғарбай ұстаны ақылымен де, ісімен де жұртқа жаққан, салмақты кісі еді десетін. Оның өмірбаянында Нұркен Әбдіровтың есімі жиі аталады. Тоқтар Қарағандыдағы Нұркен Әбдіров атындағы аэроклубқа баруды жиілетті. Кешкі мектепті оқуын да жалғастыра береді. Аэроклубта парашютпен секіруге, кейіннен ұшуға жолдама алды. Жалғыз ұлының парашютпен секіруді үйренгенін естігенде ана көңілі жай таппады. Онымен қоймай Тоқтар 19 жасында Армавирдегі ұшқыштар даярлайтын жоғары әскери училищеге оқуға түсті. Тоқтардың болашағын ойлаған анасы, мен десең сол бір сынау-мынау дегеніңді тасташы, менің сенен айырылғым келмейді деп те жазды емес пе? Қазақтан шыққан тұңғыш сынақшы ұшқыш Тоқтар Әубәкіров қорқып оқуды тастап кетті десе, өзгелер не демек? Бойыңда қазақтың қаны бар. Ажалдан қорқар Тоқтар емес, намысқа жеңгізді. Нұркен Әбдіров дегеніміз ұлы отан соғысының батыры ұшқыш болған, ал Армавир деген Ресейдің қаласының аты. Мен десең деген бұл жерде мені, яғни анаңды тыңдасан деген мағынада мензеп айтылып тұрған сөз екен. Енді сұрақтарға жауап бере кетейік. Бала Тоқтардың отбасы туралы әңгімеле. Баланың есімі неліктен Тоқтар деп қойылған? Яғни Тоқтардың отбасы, Тоқтардың әкесі Оңғарбай ұста болған.
әкесі ерте дүниеден озған кісі екен. Ол кісі ақылмен де, ісімен де халыққа ұнаған, салмақты кісі болған. Ал Тоқтардың анасының аты Қамия болған. Тоқтар бала кезінде тұйықтау, бауырмашыл бала болған екен. Ал Тоқтардың есімінің Тоқтар қойылу себебі туа сала көз жұмған 9 жылдан кейінгі перзент болғандықтан, ондай жағдай қайталанбасын, тоқтасын деп ырымдап Тоқтар деп қойған. Мысалы, қыздан кейін ұл болсын деген сияқты ұл болсын деп қойған секілді ырым, ұқсас. Дәлелде жазушы отбасының мүшелерінің қандай туыстық сезімдерін суреттеген дейді. Тоқтардың мамандықты қалай таңдағаны мәтіннен тауып оқып бер дейді. Жазушы, яғни отбасы мүшелерінің біріншіден бір-біріне бауырмалдығын, әпкесінің інісіне деген бауырмашылдығын суреттеген екен. Ал мәтіндегі оның мамандықты таңдаған сәті, яғни оның әкесімен әңгімесі, әкесінің әрдайым оған арманын есіне түсіріп, айтып отырып, қолдау көрсеткені, осы диалогта көрсетілген. Келесі бізде Тоқтардың қандай тән ерекшеліктерін тап дейді. Енді бұл ерекшеліктерін табу үшін мына мәтіннен байқауға болады. Яғни анасы уайымдап, оны ұшқыштықтан бас тартты деп қайта-қайта хат жазғанда, Тоқтар намысшыл болып, ержүректік танытып, шыдамдылық танытып, өзінің арманына соңына дейін барады екен. Соңғы оқиғаны қорытамыз. Тоқтардың мамандық таңдауына үлгі болған адамдар кімдер? Мәтіндегі Тоқтардың отбасын сипаттап жазды. Мысалы, Оңғарбай. Ары қарай жалғастырамыз. Бірінші, Тоқтардың мамандық таңдауына себепкер болған, үлгі болған ең алдымен әкесі Оңғарбай және өзінің оқыған оқу орнындағы ұшқыш Нұркен Әбдіров болатын. Ал отбасы жайлы айтатын болсақ, Оңғарбай әкесі ұста болған, салмақты кісі болған. Қамия анасы мейірімді, жанашыр, ақылды кісі болған. Тоқтар намысшыл, ержүрек, батыр болған. Ал Бикен әпкесі бауырмал, жанашыр кісі болған екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп-көп рахмет. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Каналға тіркеліп қойды ұмытпаңдар балалар. Сау болыңдар.